білесіздер, мынау менің 4-5 сағат бұрын видео жазып көрсетем продукция туралы деп, мынау маркетинг туралы деп айтқам. Сондықтан соны қазір жазып жатырмын. Менің атым Орынша. Компания Жимон Групп. Компания Жимон Групп туралы айтайын. Жимон Групп 1993 жылдан Қытай Халық Республикасының клиникаларында осы дәрілер қолданады. Қытай, өздеріңіз білесіздер, өте құпия мемлекет. Ол мысалы осыдан 50-60 жыл, 40-50 жыл бұрын біздің кішкентай кезімізде осы Қытай Республикасында мен Советтер одағы дос болып, жаңа екеуінің ортасында дружба деп аталатын үлкен компания жүрген. Осы дружба арқылы келген заттар өте жоғары сапада болған сол кезде. Оны қол жеткендер ғана алып киетін. Сол кезде маған бір жемпір алып берген, қызыл түсті, керемет әдемі. Анау алдына кестемен тоқылған, прямо өте тамаша сондай болған. Сол кезде сол дружбаның заттарын үлкен кісілердің көп барлығы білет, барлығы оның качествосының өте жоғары екенін біледі. Сондықтан және бұл құпия мемлекет өмір-бақи. Мысалы жібек құртын осы Қытайда шыққан, мысалы сол бұрын тек қана Қытайда болған. Оны жаңа тұрмысқа шығатын қыз шашының арасына өріп, ұлы жібек жолымен алып шыққан ғой. Кәдімгі Қазақстан арқылы Европаға тараған. Сондықтан Қытайда құпия нәрселер өте көп. Енді бұл компания жаңағы Қытайда Мяо Цзи деген ұлт бар екен. Сол ұлттың 7000 жылдық құпия рецептімен жасалған дәрілер бұл компаниядағы өте тез, жылдам нәтиже береді. Соңғы модернизация, яғни квантовый медицинамен жасалынған, нанотехнологиямен жасалынған заттар. Компания Қытайда 93 жылдан бері 33 жыл болды. Өткенде сол 33 жылдығына арналған 12.000 адамдық үлкен форум өтті Қытайда. Соған Қазақстаннан 220 адам барып келдік. Заводты өз көзімізбен көрдік. Оның дәрілерінің барлығын көріп таныстық. Қытайда 7,5 миллиард айлық алатын біздің жоғарғы спонсорымызды көрдік. 75 миллион ай сайын айлық алатын спонсорымызды көрдік. Міне осы спонсорларымыз осы 220 адамның бүкіл Қытайға барғандағы расходтарымызды, яғни гостиницада жату, тамақтар, 3 мезгіл тамағымызды, және саяхатты, және комфортабельный автобуста бізді 6 автобус Қазақстан барған қонақтарды алып жүрді барлық жерге. Сол расходтың барлығын осы біздің жаңағы үлкен спонсорларымыз өздері төледі. Біз тегін жүрдік. Тек қана самолетқа ғана билет алдық. Ал егерде осы келгеннен кейін сол өзінің определенный несі бар, соны орындасақ, онда самолеттің ақшасында қайтарып береміз деді. Енді өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы ковид деген аурудың шыққанын, оны Қытайдан басталғанын, Қытайда осы кезде бірнеше миллион адам қайтыс болды. Өйткені бірінші сол Қытайда басталды. Алғашқы кезде қалай емделу керек екенін білмей қалды ғой. Бірақ дегенмен кейін барлығы қалпына келді. Міне осы ковидтен кейін осы дәрілердің именно ковид кезінде өте үлкен көмектескендіктен оны енді бүкіл әлемге сет арқылы таратуды қолға алып, осы сетевой компанияны ашты Қытайда сетевой компанияға рұқсат жоқ. Қытайда сетевой компанияны ашу үшін ол адамның гектар жері болу керек. Сол гектар жерге өздері егетін өнімі болу керек. Және сол өнімді өңдеп шығаратын зауыты болу керек, лабораториясы болу керек. Міне осының бәрі осы компанияда бар. Мұнда 1000 гектардан аса жері бар, өзінің 6 зауыты бар, және өзінің лабораториясы бар. Енді Қытайда сетевой бизнес ашу үшін және олардың депозитінде бәленбай миллион ақша жату керек. Сондықтан Жимон компаниясы 80 миллион юаньді және тағы да 20 миллион юаньді, яғни барлығын қосқанда 100 миллион юаньді
юаньді депозитке салып қойған. Депозит деген ол қозғалмайтын жататын ақша. Міне осының бәрін салып қойған. Енді бұл компанияның председателі, бұл компанияның хозяйыны Нью Ли Уэй деген кісі. Бұл Нью Ли Уэй бұл жай қарапайым адам емес, бұл үлкен чиновник, компанияда Хэбэй провинциясының депутаты. Және осы Жимон Групп директор советінің председателі, Хэбэй провинциясының халық жиналысының представителі, исполнительный вице-председателі, мынау өндіріс пен медицина фармацевтикалық палатасының өндіріс пен сауда федерациясының исполнительный орындаушы вице-председателі, Қытай сыртқы істерді дамыту ассоциациясының Қытай мүшесі, медициналық Хэбэй медициналық өндірісі ассоциациясының председателі, Қытай традиционный медицинасы ассоциациясының орындаушы вице-председателі, фармацевтикалық ассоциацияның Қытайдағы вице-председателі, жалпы Қытай медицина өндірісі ассоциациясының орынбасар председателі. Міне осындай үлкен чиновник кісі. Бұл кісінің әкесі осындай бизнеспен, осы шөптермен айналысқан. Әрине ол кезде ол кішкентай болған болуы керек. Ал қазір бұл үлкен корпорация. Қытайда үлкен корпорация. Яғни өзінің гектар жері бар. Өзінің сол жерге соңғы квантовый медицинамен, нанотехнологиямен егеді. Оны өздері өндіреді. Оның өздерінің лабораториясында тексереді, өздерінің зауыттарында шығарады. Сондықтан осы зауыттан Қытайдың 156 клиникасы сатып алады. Мынау Қытайдағы провинциялардың алған 15 сертификаты. Мынау бүкіл Қытайды алып жатыр. Міне кілең врачтар жұмыс жасайды. Мынау біздегі Қытайда Алматыға тіркелген күні 15 сентябрь 25 жыл. Мынау сертификаттары. Бүкіл осы компанияның өздеріңіз оқып аласыздар. Енді продукция туралы айтайық. Мына продукцияның аты пептидный коллаген деп аталады. Қытайдағы аты шұлан шөп жасартушы ревиталды спрейі. Бұл спрейді бетті 45 градус жоғары бағыттап, спрейді беттен шамамен 15 сантиметр қашықтықта төменнен жоғары қарай шашады. Беттің екі жағын төменнен жоғары қарай 3 нүктеге жеке шашу керек. Пайдалану кезінде басқа косметикалық өнімдермен біріктіріп қолдануға болады. Мысалы, бетімізге макияж жағамыз ғой, сол макияждың үстінен себе беруге болады. Алғашқы айда күніне 7-10 рет қолдану ұсынылады. Сөмкеңізге салып аласыз да, жаңа шашып жүресіз. Макияжды бұзбайды, тіпті оны бекітеді. Алаңсыз пайдаланыңыз деп жазып қойыпты. Бұрын құрамында зиянды заттары бар косметиканы қолданған адамдарда теріде уыттарды шығару реакциясы болу мүмкін. Терінің қараю мүмкін, сарғаю мүмкін, безеу шығып кету мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Өйткені осы кезде ол беттегі жаңағы уыттарды қозғап жатады. Бір апта ішінде уыттар толық шығып, тері бұрынғы қалпына келеді. Сондықтан, егерде безеу шығып, тағы басқа болып кетіп жатса, одан қорқудың керек жоқ, ары қарай себе беруіңіз керек. Бетті жуып болғаннан кейін бірден шашуға болады. Сыртқа шыққанда өзіңізбен бірге алып жүріп қолдануға ыңғайлы. Үнемі 3-6 ай қолданғанда тері бастапқы жағдайға қарағанда 3 жастан 6 жасқа жас көрінеді. Сұлулықты бетіңізге шашыңыз,
берекені шашыңыз дейді, бірге нәтижесін көрейік дейді. Бұл сұйық микрокосметологиялық әсері бар қартаюға қарсы премиум спрей. Негізгі әсерлері: жасушаларды жаңартады, терінің қартаюын баяулатады, тері ылғалын арттырады, дақтарды және ұсақ әжімдерді азайтады, қабынуды басады, тітіркенуді жеңілдетеді, әжімдерді азайтады, безеуіздерін қалпына келтіреді, май мен ылғал теңгерімін түзетеді, көгілдір жарықтан, яғни телефон, компьютерден қорғайды, тотығуға қарсы әсер береді, көз астындағы қараларды жеңілдетеді, тері тесіктерін тазартады және тарылтады, теріні жарқын, тығыз әрі серпімдетеді. Бір бөтелке 6 өнімнің орын басады. Тонер, біріншісі тонер, екіншісі эмульсия, үшіншісі сарысу, төртіншісі крем, бесіншісі мойын кремі, алтыншысы көз кремі. Осы 6-ауын ауыстырады. Шашқаннан кейін 1 минутта сіңеді, 10 минутта нәтиже байқалады. 28 күнде жасартатын әсер береді. 20 жастан, 20 жас, 40 жас, 60 жас бәріне. Мысалы, 20 жаста жасағандар бетті жасартуға, сақтауға, жастықты сақтауға әсерін қосады. Мысалы, 25 жастан бастап адамның организмінде пептид жылына 1% кеміп отырады екен. 25 жастан. Ал мынау сол жастықты сақтауға, яғни пептидті қайтадан толықтырып отырады екен. 40 жаста жастықты азайтуға, жасты азайтуға көмектеседі. 60 жаста жасаруға мүмкіндік болмады. Қай жаста болмасын, өзіңіздің жаңа жас әрі жарқын нұсқаңызды ашуға көмектеседі. Шуаншөп спрейі жоғары сапа, қолжетімді баға, жеке сіздің микрокосметологыңыз. Енді 7 құрамдас бөлігі бар. Бұның ішін құрамында алкоголь жоқ, қош иіс жоқ, бояғыш жоқ, гормон жоқ, эмульгатор жоқ, химиялық консервант жоқ, ауыр металдар, қорғасын сынап жоқ. Мысалы, біз телефонды 3 сағат қолдансақ, теріге күнде 1 сағат тікелей күйгенмен тең екен. Күннің астында 10 минут тұрсаңыз, терінің 240 сағатқа, яғни 10 күнге ерте қартаюына әкеледі екен. Демек, телефонды 3 сағат пайдалану, тері 60 күнге қартаяды. Телефонды көп қолданбаңыздар. Көк жарықтан қорғану қартаюдың алдын алады екен. Сұлулығыңызға тежегіш қойып, уақытты кері бұрыңыз. Сіз бұған лайықсыз. Екінші, бізде мынау сүйек коллагені, пептидный коллаген деп аталынады. Қолдану тәсілі: күніне 2-3 рет ішуіңіз керек. Әр қабылдауда бір немесе 2 қапшықтан. Ішінде қапшықтары бар. Көрсетейін қазір сіздерге. Көрсете алмайды екен ғой. 2-3 қапшықтан бар. 1-2 қапшықтан ішуіңізге болады. Мысалы, таңертең ішсеңіз, 2 қапшығын ыстық суға салып, араластырып ішіп аласыз. Жыл суға араластырып ішу керек. Баладан бастап 40 адамдарға дейін қолдануға болады. Детям тоже можно. Таңертең және кешке қабылдау ұсынылады. Өнім туралы мәлімет: кофе дәмі кофе сияқты ұсақ молекулалы пептид тілдің астына салғанда бірден сіңеді дейді. Біз енді тілдің астына салмаймыз, сразу суға езіп ішеміз ғой. Зақымданған жасушаларды тез қалпына келтіреді, метаболизмді жеделдетеді, жараның жазылуын тездетеді. Бұлшық ет синтезін күшейтеді, өсу мен дамуды қолдап, балалардың тез өсуіне көмектеседі. Мына бой өспей қалған балаларға мына өте жақсы көмектеседі екен. Сондықтан балаларға да ішу керек.
Бұлшық ет пен сүйектің күшін арттырады, сүйек тығыздығын жоғарылатады, иммунитетті көтереді, коллагенді толықтырады, энергияны күшейтіп, өмірлік күшті оятады, қартаюды баяулатады, ұйқыны жақсартады, радиация мен химиялық терапияның жағымсыз әсерлерін азайтады. 2-3 күн ішкеннің ішінде сіз айқын сезесіз бұның пайдасын. Коллаген, сүйек коллагені пептидінің 4 негізгі артықшылығы. Қолдану аясы кең. Коллагенді пептиді балалардың тез өсуіне көмектеседі. Қарттарда сүйек сынғыштығын азайтады. Жараның тез жазылуын қолдайды. Қан тамырларының серпімділігін сақтайды. Әсем серпімді және пішінді қалыстырады. Ерлердің күш қуатын қолдайды. Жылдам әсер. Аш ішек арқылы өтпей, бірден қанға сіңіп кетеді екен. Денеге қажет энергияға жылдам айналады екен. Ас құрту нашар адамдарға да өте жақсы сіңеді. Жылдам әсер етуі ақуызға қарағанда 180 есе жоғары. Яғни белокқа қарағанда 180 есе жоғары организмге сіңеді екен. Барлық өнімнің әсерін күшейтетін үдеткіш. Кез келген өнімді ішіп жатсаңыз, соның әсерін күшейтеді екен. Кез келген өніммен бірге қолданғанда әсері жылдам әрі күштірек болады дейді. Пептид өнімдерінде ең үлкен мәселені шешеді. Мысалы, пептидтің өзінің дәмі өте нашар болады да, ал мынаның кофе дәмі, оның жаңа дәмнің, денсаулық пен дәмнің мінсіз үйлесіп, ішкенде приятный, ішіп қоясыз. Келесі лен. Келесі зығыр, қазақша айтқанда зығыр. Зығыр. Бұны ыстық суға, яғни 70 градустан төмен жылы суға араластырып ішу керек. Мынау зығырды 70 градустан жылы суға емес, жылдан ыстық суға араластырып ішу керек. Және таңертең тамақтан бұрын қабылдау керек дейді. Кешке тамақтың орнына ішесіз. Кешке тамақ ішпей-ақ осыны ішіп жата салуға болады. Әр 30 грамм зығыр дәніне 4 грамм таза пептид қоса берілген. Мынау тек қана зығыр емес. Бұның құрамына 4 грамм пептид қосылған. Бұл өнім ағзаны жан-жақты қоректендіріп, майды азайтуға, дене пішімін қалыптастыруға, иммунитетті көтеруге, метаболизмді жеңілдетуге, ағзадағы теңгерімді реттеуге көмектеседі. Қабыну процесін азайтады. Аллергияға қарсы күшті антиоксидант, қанды сұйылтады, холестеринді төмендетеді. Тамақтың орнын баса отырып, ағзаны ретке келтіреді. 4-6 сағат тоқтық сезімі болады. Май жағу әсері бір күннің ішінде байқалады. Зығыр дәні жер бетіндегі терең теңіз балық майы. Алтын дән деп аталады. Құрамында ағзаға қажетті 7 негізгі қоректік зат бар. Альфа-линолеин қышқылы бар. Ми алтыны, дна епамен бастауы дейді. Бұның ішіне EPA бар екен. Осы DHA бұл ми алтын деп аталады. Қарттар мен балаларда есте сақтау қабілетін жақсартады. Қан мидың қорғаныс қабатынан өтіп, жүкті әйелдердің нәрестесінің ми дауына пайдалы. Яғни жүкті әйелдерде мынаны ішсе, баласы өте дені сау болып туылады. EPA қан тамырларын тазартушы, қан қысымы жоғары, холестерин, қант диабеті бар адамдарға өте пайдалы. Бүйректі қалпына келтіруге, несептегі белокты азайтуға көмектеседі екен.
Лигнандар дейді ішінде. Гормонды екі жақты реттейді екен. Қартаюды баяулатады. Басқа өсімдіктермен салыстырғанда 800 есе көп дейді лигнандар. Адам ағзасында 60 триллион жасуша бар. Бар аурудың негізі жасушаның бұзылуы. Яғни жасуша бұзылса, ауру неше түрлі ауру пайда болады екен. Жасушаны қалпына келтіретін жалғыз нәрсе ол пептид. Біздің коллаген пептиді 500-800 дальтон молекулалық салмаққа ие. Бірнеше секундта қанға өтіп, әсерін жылдам көрсетеді. Инъекциядан кейінгі жылдамдыққа жақын. Құрамындағы қыруақ, квиноа ағзаға қосымша 9 амино қышқылын береді. Қант диабеті бар адамдарға үшін өте пайдалы. Фолин, пория дейді, 4 мезгіл бойы қолдануға болатын денсаулыққа пайдалы өнім. Ылғал, суық дене типіне өте жақсы әсер етеді. Құрамындағы арабиноза қант диабетімен ауыратындарға көмектеседі. Іш қатуды жақсартады. Семіз адамдарда жеңіл арықтайтын дене типін қалыптастыруға себеп болады. Зығыр дәні коллаген пептиді буын ауруын азайтады. Көру қабілетінің нашарлауын алдын алады. Көзді қорғайды. Тері құрғауын болдырмайды. Табиғи ылғалдандырғыш ретінде қызмет етеді. Псориаз сияқты тері ауруларына өте жақсы әсер береді. Қабынуға қарсы қуатты әсері бар. Барлық өнімге қажетті өнім. Барлығына қажетті өнім дейді. Келесі бізде мынау жүректегі қазір айтамын. Жүрек пен миға шөләндо деп аталынады. Ой, окей. Жүрек пен миға қамқорлық, шөләндо, ашитаба, хатто. Таңертең аш қарынға 2 түйіршік шайнап қабылдау. Кешкі ас алдында 2 түйіршік шайнап қабылдау керек. Сипаттамасы. Үшінші бұн фибринолитикалық технологиясы қолданылған, белсенділігі
жоғары тромб еріту әсері күшейтілген деп көрсетіледі. 3-5 күнде нәтиже байқалуы мүмкін. Мынандай мидың қан тамыры бітеліп қалуын кетіреді. Инсульттан кейінгі қалдық әсерлер: 4 жоғары қан қысымы, қан майы, қант деңгейі, зәр қышқылы, жүрек ми қан тамырлары әлсіреген адамдар. Негізгі 4 функциясы: қан тромбоциттерінің жиналуын тежейді, қан қоюлығын азайтады, ескі тромбтарды ертуге және қатайған түйіндерді ыдыратуға көмектеседі, еркін радикалдарға қарсы тұрады, жасушаларды қалпына келтіруін қолдайды, иммунитетті күшейтеді, қартаюды баяулатады, қан тамырларын қалпына келтіріп, қан ағымын жақсартуға септігін тигізеді. 3-ші буын фибринолиз технологиясы: жылдам тромб ерту. Шөлендоның 7 артықшылығы: табиғи шикізаттан алынған, тромбты ертуге бағытталған қауіпсіз әсер. Екінші, әсер ету уақыты ұзақ, 8 сағаттан 16 сағатқа дейін. Қолдану оңай, ауыз арқылы қабылданады, асқазан қышқылына төзімді, ішекте сіңеді. Тромб ерту қуаты урекиназаға қарағанда 47 есе жоғары. Жұмыс жылдамдығы: клиникалық укол ретінде урекиназадан 19 есе жылдам. Тромб ертетін факторларды белсендіреді, қан қысымын төмендетуге және тромбоцит жинақталуын тежеуге ықпал етеді. 7-ші таңдамалы әсер: Жапониядағы ұқсас өнімдерден 4 есе тиімді деп көрсетілген. Өнімнің көрсетілген негізі 3-5 күнде нәтиже. LC аралы 1-5 қан LC аралығында қан тамырларын тазартуға көмектеседі. 2-ші, 20 жылдық тәжірибеде 10 мыңдаған қолданушы мысалы жинақталғаны айтылады. Бұл топта медицина және молекулалық биология докторлары бар деп көрсетіледі. Келесі өнім ол буринкан деп аталады. Бұл асқазан ішек жолдарына өте керек. Детокс деп аталады және ылғал шығару. Буринкан таңертең аш қарынға 1-2 таблетка, кешке ұйықтардан жарты сағат бұрын 1-2 таблетка жылы сумен ішіп қабылдайсыз, шайнап жейсіз. 1000 жылдық мияо рецепті: тағам мен дәрілік өсімдіктердің үйлесімі. Детокс: ылғал мен суықты шығару, көкбауыр мен асқазанды күшейту, ішек қарынның шырышты қабатын қалпына келтіреді. Іш қатуға бейім адамдарға қолайлы, созылмалы іш қатуды жақсартады, метаболизмді реттейді, артық салмақты да, тым арықтықты да екі жақты теңестіруге көмектеседі. Кім өте арық болса да, оны реттейді екен. Қаннан, лимфадан, шектен және тері асты майынан жиналған уыттарды тиімді шығарып, ағзаны толық тазалайды. Уланудан арылған жеңіл дене әсеріне жеткізеді. Қабылданғаннан кейін 4-5 сағатта әсері байқалады. Ерекшеліктері: 1000 жылдық мияо формуласы, тағам дәрілік үйлесім, детокс, ылғал шығару, көкбауырды күшейту, асқазанды теңгеру. Детокс, ылғал шығару, сұлулық, арықтау, 4 формула бір өнімде. Батыс медицинасының компоненттері жоқ. Бауыр мен бүйрекке зиянсыз, сусыздандырмайды, шаршатпайды, ішкі ағзаларды теңестіріп, метаболизмді қалпына келтіреді. Метаболизмді күшейту, өкпе энергиясын көтеру, ішек перистальтикасын
жақсарту арқылы уыттарды шығару, ылғалды кетіру, арықтау, сұлулықты жақсарту және ағзаны жеңілдету әсеріне қол жеткізеді. Елдегі озық сатылы тазарту және аралас экстракция технологиясы қолданылып, өнімнің тиімділігі 5 еседен артық күшейтілген. Кімдерге ұсынылады? Іш қатып жүрген детокс қажет адамдарға, өкпе энергиясы төмен, метаболизм баяу адамдар, көкбауыр мен асқазан әлсіздігі барлар, суықтық пен ылғалдылық басым, сіңіру және зат алмасу қызметі төмен адамдар, көкбауыр әлсіздігінен туындайтын сұйық, жабысқақ, үлкен дәрет, тері мәселелері, тәбеттің төмендеуі, көкбауыр әлсіздігінен болған созылмалы семіздік. Мұның құрамында лотос жапырағы, қызыл ырғай, шанжа, фулин, пория, редис тұқымы, қою жүзім, арпа дәні, жожоба жапырақ, қош иісті, цитрус және тағы басқалар дейді. Міне осылай. Міне осы 5 продукция, міне осы 5 продукцияны қолдансаңыз, ағзаңыз толық тазарады. Мына продукция бұл бүйрекке арналған. Яғни мынау жаңағы 5 продукцияның мына 5 комплекс 2 түрлі. Бірінші комплексте жүректің дәрісімен болады да, екінші комплексте бүйректің дәрісімен болады. Мысалы, мен өзіме екеуін де алдым. Бүйрекпен де алдым, жүрекпен де алдым. Мынау бүйрекпен бұл толық бүйректі тазартады. Әсіресе гемодиализ салып атқан адамдарға пайдалы. Міне осындай продукцияны біздің компания шығарып жатыр. Және де бұл продукциялар әлем бойынша жоқ. Бұл продукциялар тек қана Қытайда бар және біздің компанияда бар. Сондықтан қазір осы продукцияларды алып, өздерінің өте жақсы результаттар алып жатқан адамдар көп болып жатыр. Мысалы, жақында ғана бізге келді информация, бір кісі инсульт алғанына 6 жыл болған. Сол 6 жылдан бері ешқандай жүре алмай қалған, сөйлей алмай қалған адам. Міне сол адам қазір осы продукцияны алып, қазір сөйлей бастады және жайлап жүре бастады. Қазір келесі продукцияны айтайын. Женшен мен сары бал жапырақ таблетка кәмпиті дейді. Бүйрекке арналған. Бұл өнім дәрілікте, тағамдықта құндылығы бар өсімдіктерден жасалған. Әйелдер мен ерлерге бірдей ұсынылады. Бүйрек энергиясын толықтыру, шаршауды азайту, энді нәрлендіру, ерлердің күш қуатын арттыру, меридиандарды ашу, қан мен энергия айналымын реттеу, бауыр мен бүйректің үйлесімді жұмысын жақсарту деп сипатталады. Мынау 4-ші продукция, мынау келесі продукция. Қай мәселелерде қолдануға ұсынылады? Бел мен арқаның шаршауы, әлсіздік,
екінші энергия мен күштің төмендеуі, үшінші ұйқының нашарлауы, төртінші шаштың түсуі, шаштың ерте ағаруы, төртінші қол аяқтың мұздауы, бесінші қан мен энергияның тапшылығы, алтыншы сұйыққа бейімділік ерте қартаю, жетінші менопауза белгілерінің ерте келуі, келесі гормон теңгерімінің бұзылуы, ерлер мен әйелдердің репродуктивті әлсіздігі. Негізгі ұрандары ерлерді нағыз ерге айналдырады дейді. Әйелдерді жасартуға көмектеседі. Ерлерге қуат көзі, әйелдерге бақыттың бастауы, отбасының үйлесімнің қайнар көзі деп таныстырылады. Яғни бүйрегі ауыратындарға өте күшті продукция. Міне қазір мен сіздерге толық продукцияны, қазіргі бар продукцияны айтып өттім. Енді маркетингті бөлек видео жасап жіберемін. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын. Осы мына 5 продукцияны ішкен кезде организмдегі ескірген бүкіл жасушалар қайтадан жаңарады. Барлығы жаңарады. Кейбір өліп қалған жасушалар тіріледі. Көрдіңіз ба? Соның арқасында бұлар дәрі емес, бұлар фармацевтика, бірақ жаңағы организмді тазалау арқылы, оларға жетпей жатқан микро-макро элементтерді толықтыру арқылы, өліп қалған жасушаларды тірілту арқылы, әлсіз жасушаларға қуат беру арқылы адамның организмдегі бүкіл жасушаларды толығымен жаңартады. Когда бүкіл жасушалар жаңа болып, таза болып, күшті болып тұрса, адамның денсаулығы артады. Сондықтан барлығыңыз денсаулықтарыңыз мықты болсын деп тілек айтамын.